Каспиймен комиссиясы 22%-ын сыпырып алды. Wi-Fi-дың картасымен анадан 7 есе аз. Енді бізде қазір бүкіл ақшаны мемлекет есепке алып жатыр ғой. Тексере бастайды. Ал Wi-Fi-ді қалай? Оған ИП ашып рәсімдеудің қажеті жоқ. Онда ешкімнің қақысы жоқ, оны ешкім көре алмайды ғой. Бақылау қиын, оңайшылықпен бақылай алмайды. Осындай цифрлық ақша шығарып жатқан адамдардың басты ниеті халыққа бір әділдік әперу. Мемлекеттің басшылары инфляцияға ұрындырып жүрсе, оған қарапайым сол халықтың, сол мемлекеттің азаматы ешқандай кінәсі жоқ қой. Сондықтан оны сақтандыру. Армысыздар, құрметті жаңа қазақ каналының тұрақты көрермендері. Жаңа Қазақстанды жаңа қазақтар жасау керек. Ал жаңа Қазақстан жасау үшін біз алдымен жаңа соңғы ғылым мен білімнің жетістігін бәріміз білуіміз керек. Солай емес пе? Бүгін сіздерде әлемдегі қаржы нарығында болып жатқан ең соңғы жаңалықтармен таныстырамыз. Ол сізге керек. Сізге қаржылай сауатты болу үшін бар азын-аулақ ақшаңыз болсын, табатын тіпті осы арқылы ақша тапқыңыз келсе, қандай нарықта қалай жұмыс істеу керек, сол жайлы мына хабарымызды жалғастырамыз. Біздің студияда биткоин саласында ізденіп, сол нарықта жұмыс істеп жүрген Ерлес бауырымыз. Бүгінгі хабар екінші, мына карта жайлы болады. Бағана бірінші хабарда сізге көрсеткем. Мынау менің, мысалы, бәріңізде бар, біреуіңізде Каспий, менде Халық банк. Халық банк арқылы мен қазір карточкамды ұстап жүрмеймін. Кез келген жерге барамда ақшам төлей салам. Сіз де сөйтіп істейсіз. Ал енді кейін кезде мен мына Wi-Fi-дың бұл да Wi-Fi-дың жаңа биткоиннің картасы, осы арқылы төлеп жатырмын. Қазір бұның қандай ерекшелігі бар, қандай бір ішінде бір нюанстар дейді ғой, бір қитұрқылары, қандай бір белгілі бір ережелері бар. Сол жайлы Ерлес қарапайым тілмен, мүлде қаржы осы биткоин жайлы мүмкін бірінші рет естіп отырған адамдарға түсінікті тілмен айтып берсең. Енді бұған дейін Қазақстанда болсын криптамен табыс тауып жүргендер болды ғой, мысалы арбитраж арқылы немесе трейдинг арқылы. Олардың табысы негізі криптамен болады. Ең соңғы нәтижесінде белгілі бір USDT дейді, крипто долларды алады. Енді ол табысын сол жерге жинай бермейді ғой, күнделікті өмірде жұмсау керек, яғни кәдімгі фиаттық ақша, яғни теңгеге ауыстыру керек. Сол кезде олар бірнеше операциядан өтеді. P2P арқылы оны басқа бір адамға жібереді, ол теңге жіберу керек деген сияқты. Яғни цифрлы ақша, биткоинмен ақша тапты, бәлем пайдан жинап қойды. Енді осыған бір тамақ алғысы келеді, көлік алғысы келеді, көлік алғысы келеді, үй алғысы келеді. Ат жөн жоқ барып онымен төлей алмайды. Және өз елінің валютасын айырбастау керек деген. Айырбастау. Ол белгілі бір этаптан өтіп барып, кейде ол жолда алаяқтар өте көп кездеседі. Сол кезде алаяқтық схемаларға түсіп қалуы мүмкін, кейде тәжірибелі деген адамның өзі түсіп қалады. Енді соған байланысты мына Wi-Fi банкысының орталықтандырылмаған ончейн банк қой. Сол банктың картасы пайда болды. Яғни Қазақстанда заңды түрде жүріп жатқан. Кейбір мемлекеттерде жүрмейді. Мысалы, Россияда, Белоруссия деген сияқты ашылмайды. Қазақстанда бұл банктың картасы жүреді. Яғни ол картаны алу үшін тегін деуге болады, бүкіл 5 жылға төлейтіні $10 ғана. Және ай сайын белгілі бір $3 кетіп отырады. Енді кейбір адам айтуы мүмкін, ай сайын $3, бір жылда $36 деген. Енді қараңыз, жаңағыдай біріншіден жаңағы табыс тауып жүрген адамдар криптовалютамен, олар бұрынғыдай енді P2P арбитраж деп тәуекелге бармайды. Жаңа табысын осы картаға салды, сонымен төлеу керек болса кез келген жерде төлене береді, заңды түрде. Ол жерге теңге болып түседі. Қолма-қол ақша керек болса, кәдімгі өзіміздің банктың банкоматтарынан шыға береді, белгілі бір лимитпен. Мысалы, бір шыққанда 100 мың теңге деген сияқты бір банкоматтан сөйтіп шығара береді. Ал енді мен табысым криптаға қатысты емес деген адамдар болса, олар, мысалы, бір қызға кез келген Халық банкінде бір теңгеңіз жатыр ма, сақтап қойдың, пайдаланбаймын дедіңіз. 1 миллион теңге жатыр дейді. Сол теңгені мына картаға ауыстырып жіберуге болады. Халық банктан теңге болып кетеді, картаға крипто доллар болып түседі. Бір суткада, бір екі суткада түседі. Одан кейін біріншіден доллардың инфляциясы теңгеге қарағанда баяу бәрібір. Біріншіден сіздің ақшаңыз теңге болып жатпайды, доллармен жатады.
екіншіден оған жаңа стейкингтік механизмді қосып қоюға болады. Мысалы жылына Ол не? Үстіне процент жүгіреді. депозит қой, депозитті былайша айтқанда үстіне процент жүгіреді дейікші. Иә, сондай механизмдер бар. Шамамен 6% пен 18% аралығында. Ал доллар үшін ол банктың көзімен қарасаң өте көп. Криптаның көзімен қарасаң ол қалыпты процент. Әдеттегідей ол бұрыннан бар проценттер, пайыздар. Сол ыңғайлы шетелде, мысалы мен өткенде Таиландта аэропорттан түсімде таксиге ақша, қолма-қол ақша керек болды. Мен Каспиім бар. Сөйтіп банкомат тұр екен, Каспиімнен 1000 бат Таиландтың ақшасы $30 шығардым, экранға шықты. Сізден 220 бат үстіне комиссия алынады деп. 22%-ын сыпырып алды. 22%. 22%. Мен сумма аз болғандықтан шығар 1000 бат. Сен қасында бір банк сияқты тұр екен. Мен содан барып мына Wi-Fi-дың картасымен тура әдейі тексерейін деп, тура 1000 бат наличкімен алдым. Оған бүйтіп ана пост терминалынан сақ еткізіп төледім. Ол ана 1000 бат санап берді. Сен өзімде чегі бар, қарасам 30 бат ұсталыпты. Анадан 7 есе аз. Ана кәдімгі біздің қалыпты банктан, өйткені ол жерде ортада бірнеше посредник болады ғой банктік аударымда. Бұда бірден тікелей ауысады. Ал кейіннен энергия деген механизмдер қосылды. Сіздің жаңа пайызыңызды азайтатын төлемдегі онымен ол өзінше бір бөлек әңгіме. Былайша айтқанда бір жерге барып $70 ана төлесең, айырмашылығы ана жерде $10 да деген сияқты. Сол ғой, 7 есе арзан, Иә, комиссиясы. Комиссиясы. Ана шетелде жүрген кезде, енді бізде жүрген кезде керісінше бұның комиссиясы көбірек болуы мүмкін. Яғни бұл егер шетел жаққа бір жаққа шығатын болсаңыз, өте тиімді біріншісі, да? Өте тиімді. Сонымен ана шетелде жұмыс істеп жүрген балалар, мысалы, Америкада біреу жұмыс істеп жүр, осы жаққа жібергісі келсе, ой, Америкадан банк арқылы жіберіп көр. Мен мысалы балам жұмыс істеп жүр ғой, қаншама процесстен өтеді. Оны жаңа бірнеше күн кетеді, 10%-ға жуық, 8%-ға ұсталып қалады. Мынаумен сақ еткізеді, жібере салады, ол жақтан өзінің ақшасымен карточкадан жібере салады, мына жерге теңгемен шығарып ала бересің. Өйткені ол үшін ана жақтағы адамда да, мына жақтағы адамда Wi-Fi-дың карточкасы болуға тиер, да? Екі жақта болған жағдайда айтып отырмын мен. Болған жағдайда айтып отырмын. Сонан кейін енді бізде қазір бүкіл ақшаны мемлекет есепке алып жатыр ғой. Мысалы, сен ипіңе қанша ақша түседі, содан салық төлейсің, осыдан артық болып кетсе, сені салық мекемелері тексере бастайды. Ал Wi-Fi қалай? Бұл жерде жалпы криптовалюта имущество, мүлік болып есептеледі адамда. Мүлік салығымен. Бұл жерде жеке кәсіптік рәсімдеудің қажеті жоқ екен. Бұл жерде как жеке тұлға ретінде сіз салықты төлегіңіз келсе, яғни теңгеге шығарып, таза пайдаңыздан 10% салық төлейсіз. Мысалы, сіз майникке ақша жібердіңіз бе, облачный майникке, енді шарт түрде айтайын, $10,000 жібердіңіз, ең соңынан $30,000 шығардыңыз, $10,000 шығын болады да, $20,000 пайда болса, содан 270-ші форма бойынша соның 10%-ын төлеп, жаңа рәсімдейсіз. Заң түрінде. Иә. Ал былай ақша айналымын ешкім бағалап, ешкім бақылап, ешкім қарай алмайды. Енді мына жақта DeFi секторде болған кезде, оны ешкім бақылау қиын, бақылай алмайды, оңайшылықпен бақылай алмайды. Сіз оны фиаттық ақшаға шығып, рәсім деген кезде, сіз алдыңызда фиаттық ақша деген нақты ақша ғой. Фиаттық ақша, теңге. Соған дейін міне осындай деп ордер дегендер болады, сол ордерлерін сақтап, соны көрсетіп, міне табысым осындай болды деп, содан 10%-ді кәдімгі жеке тұлға ретінде төлейсіз. Бұған ИП ашып рәсімдеудің қажеті жоқ. Мүлік салығын төлейсіз. Wi-Fi-мен төлей берсең, мысалы саған айталық, маған Wi-Fi-мен біздің ақшамен салыстырмалы түрде 10 миллион ақша түсті дейін, менде жатыр. Сол 10 миллионды мен басқа біреуге сол неменемен Wi-Fi-дың карточкасымен төледім. Онда ешкімнің қақысы жоқ, оны ешкім көре алмайды ғой. Ол жер енді көрінбейді. Ол жер жаңағы сыртта ана өзінің ішінде жүрген кезде ол кастодиалды емес. Сен ана фиат, кастодиал деген сөзді ешкім түсінбейді, ол бір қытайский грамота сияқты. Сондықтан соны қазақтың қарапайым бір жалпақ сөзімен түсіндіруге тырысу керек, жақсы ма? Мен өйткені мен қазір медицина саласында жұмыс істеп, адамдарды емдеп жатырмын ғой. Бірде-бір ғылыми термин қоспаймын. Үзеңгі, бау, ертоқым, қазақ түсінетін күрек, арба деген сияқты сөздермен түсіндіремін. Өйткені атақты Фейнман айтады. Егер сен өзіңнің мына білген біліміңді 5 жастағы балаға түсіндіре алмасаң, бала топас емес, сен түсіндіре алмай жатырсың дейді.
Сондықтан осы шынымен біз халыққа көмектескіміз келсе, бұны өте бір қарапайым тілмен түсіндіріп берейік. Әйтпесе халық ойлауы мүмкін. Мыналар бір ғылыми тұрғыдан түсініп қуып кетсек, адам түсінбейді да, ой қойшы басымды қатырмай-ақ қояйын, бұл күрделі деп ойлайды. Екінші, егер біз бұны өліп талып жарнамаласақ, бұл бір сетевой маркетинг деп айтуы мүмкін да, астына адам жинап сол арқылы ақша табамыз ба деген. Бізде ондай ниет жоқ. Сондықтан сіздерге жай ғана жаңа қазақта, жаңа Қазақстанға кіріңдер деген мен жасанды интеллекті, искусственный интеллекті бәріңізге чат GPT ма, DeepSeek ма, Seek ба, соны меңгеріңіздер деп айтып жатқан кезде, менде ондай ешқандай бір қулық осыдан ақша табайын деген ниет жоқ. Сондықтан сізді де осыған алатын болсаңыз, оған маған 1% төлеп керек емес. Саған да төлеп керек емес қой соны. Жоқ, мен бұны ашып беріп ақша алып жүрген ондай нем жоқ. Иә, ашып беріп біреуге міне осыдан бір пайда таба қояйын, астыма адам жинап сетевой маркетинг сияқты деген ниет жоқ. Осыны түсінсеңіз болады. Сонымен жаңа карточкада жалпы мемлекет, жаңа өзің айттың ғой, менің ақшам менің заңым деп та. Менің ережем. Менің ережем. Мен қалай ұстаймын, қалай етем, ол менде болуға тиіс. Оны сыртынан біреу бақылап отырып ғана дұрыс емес деп. Енді бір мемлекет бұны бақылап отырмайтындай. Бұл ақшаң инфляцияға, мысалы мен теңгемен ақша алдым дейік. Біраз ақша жинап қойдым, 10 миллион теңге. Бір жыл бойы мен соны жинап, үй алам деп жинап аттым. Жылдың аяғында қарасам, жаңағы теңгем құны жоғалып кеткен. Бұрын соған бір көлік сатып алатын болсын, болмаса айталы 30 миллион жинақ қойдым, 30 миллионға бір бөлмелі пәтер алатын едім Алматыда. 2 жыл бойы жинадым, қарасам 2 бөлмелі пәтер тұрмақ, оның жартысына да жетпейтін болып қалды. Оған мен кінәм жоқ қой. Сондықтан бұл негізгі ақшаны шығарып, осындай цифрлық ақша шығарып жатқан адамдардың басты ниеті халыққа бір әділдік әперу. Мемлекеттің басшылары, мысалы Түркиядағы инфляция болған сияқты, инфляцияға ұрындырып жүрсе, оған қарапайым сол халықтың, сол мемлекеттің азаматы ешқандай кінәсі жоқ қой. Сондықтан оны сақтандыру. Егер де сен теңгемен ұстағанға көп қорқады. Мысалы да, былтыр теңге жақсы тұр, мысалы, кейде теңге құлап кетеді. Сондықтан бір қолда басқармайтындай, бір адам тағдырың, сенің ақшаң бір адам қолында тұрмайтындай, сенде нақты сенім болу үшін осы орталықтандырылмаған, яғни бір адамның қателігінен бұл құлап кетпейтіндей бір жүйе жасау ғой, солай ғой. Сондықтан картаның тағы да қандай бір, жаңа айттың ғой, бір жерде ақша аударылған кезде 7 есе үнемдедім деп та, ақша аударылған басқа валютаға аудару үшін. Тағы қандай қызықтары бар, қандай артықшылықтары, кемшіліктері бар? Көп карта арқылы банктың акциясын алуға болады. Бұл қызық акция, ондай акциялар енді пайда болып жатыр. Бұрыннан елдің бәрі акция сатып алуды бәрі біледі. Біз өзіміздің Каспий банк, Халық банк, Форте банктың акциясын сатып алуға болады. Кез келген адам приложениесінен акциясын сатып алады. Бірақ сатып алады, болды, акция тұрды, өссе пайда табады, акция түсіп кеткен кезде сатса минусқа кіреді. Бәрі соны білсе де белгілі бір тәуекелге барып, белгілі бір өсет деген үмітпен акция сатып алады. Оны келесі хабарларда акция жайлы айтайық. Қазір картаның артықшылығы, бірінші ол шетелде аударған кезде өте үнемді болады. Екіншісі оны ешкім бұғаттай алмайды. Соң депозит жүреді. Соң кейін ақшаңа тек қана жатпайды, үстіне депозит жүреді. Одан кейін лимиті банк карталарына қарағанда әлдеқайда жоғары. Ақшаны шешіп алу лимиті. Аудару мысалы 1-2 миллион, 3 миллион деген бір шектеулер бар ғой. Яғни шектеу әлдеқайда банкке қарағанда жоғары. Сондықтан бұл жаңа криптовалютаның артықшылығы тағы да екінші. Бұл жаңа картаның кез келген, сіз қазір қандай Қазақстандағы банкінің карточкасын соны ұстап отырсаңыз да, одан әлдеқайда тиімді екен. Бұны да сіздерге насихаттайтыным, айтатыным, сіз бұны ақылдасыңыз, міндетті түрде мамандармен ақылдасыңыз, банкіде жұмыс істейтін қаржыгер адамдар, экономист адамдар, бухгалтер бар ма, көз ашық дейміз ғой, осы нарықта жүрген мамандардан сұрасаңыз, осы айтылып жатқан шын ба, жоқ өтірік па десеңіз, ол сізге өз кеңесін береді. Сондықтан егер де әлемнің президенттері осыдан өзінің ақшасын ұстап отырса, осының карточканы алып жатса, біздің ұлттық банк, Нацбанктың өзі біздің ұлттық резервтің біраз бөлігін осыған сақтап қоюға кеңес беріп, соны мемлекеттің ақшасын соған біраз бөлігін сақтайын деп жатса, бұл сенімді және болашағы бар заманауи ең ақшаның түрі деген сөз. Сонымен бұл хабарды көре жүріңіз.
егерде тамыр достарыңыз, таныстарыңызға, туыстарыңызға, жалпы барлық қазаққа қаржылай сауатыңды аш, заманның ағымына қарай ілес деп тарата жүрсеңіздер. Келесі хабарда біз акция жайлы, осы Wi-Fi банктың акциясын қалай сатып алу арқылы ақшаңды бір сенімді жерде ұстап, және оны инфляциядан, құрып кетуден сақтап, көбейту жайлы болады. Келесі хабарда кездескенше сау, сәлемет болыңыздар.